Сәлеметсіздер ме балалар? Бізде бүгін 74-ші сабақ түбір ме қосымша. Алдымен балалар біздің каналымызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабақта түбір мен қосымшаны ажыратамыз. 40-шы жаттығу өлеңді көшіріп жаз. Балалар, өлеңді дәптерімізге әдемілеп көшіреміз. Су сергітер денеңді, онымен дос болғайсың. Судан кейін сен енді ісіңді оңай жалғайсың дейді. Қарамен жазылған сөздің түбірі мен қосымшасын ажырат дейді. Балалар, бізде қарамен жазылған сөз судан, қараңыздар, бұл сөздің түбірі су, ал қосымшасы дан. Осылай жазып қойыңыздар. Келесі 41-ші жаттығу өлеңді оқы. Зырлайды доп бір орында тұрмайды, қарсыластың қақпасына таяса, жүрегіміз тулайды. Зырлайды доп зырлайды, қалт жіберме, сен қақпаны дәл көзде, қуанамыз сол кезде дейді. Тұманбай Молдағалиев. Өзің ұнататын команда жеңіске жеткенде қандай көңіл күйде боласың дейді. Балалар, көңіл күйлеріңізді жазыңыздар, немесе мысалы осылай жазып қойға болады. Сүйікті футбол командам ойын ойнағанда сол команданың жейдесін киіп жанкүйер боламын. Өзім ұнататын футбол командасы жеңіске жеткенде ерекше қуанамын. Әрі қарай өз көңіл күйлеріңізбен бөліссеңіздер болады, Келесі сыныптастарыңа футбол ойыны туралы хабар жүргізіп көр дейді. Балалар, мысалы біздер комментаторлардың осындай алғашқы амандасу немесе футболдың басында айтылатын осындай сөздерін жаздық. Сәлеметсіздер ме, футбол сүйер көрермен. Бүгін өте тартысқа толы ойын болады деп сенемін. Бүгінгі ойын Қазақстан ұлттық құрамасы мен Испания ұлттық құрамасы арасында өтпек. Екі команданың да футболшылары мықты. Кім жеңетінін нақты болжап айту оңай емес. Дегенмен біз өз еліміздің жеңіске жеткенін тілейміз. Жанкүйерлеріміз ойын соңында ойдағыдай нәтиже көреді деп сенеміз. Ендеше бірінші тайм басталды, Не балалар, біз осы жерден тоқтатып қойдық. Әрі қарай өздеріңіздің қиялдарыңыз бойынша жазып шықсаңыздар болады. Келесі 42-ші жаттығу көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны қойып мақалдарды көшіріп жаз дейді. Тазалық, саулық негізі, дені сау адам, дәулетті адам. Келесі шығармашылық үзіліс 43-ші жаттығу ұйқасын тап. Атпен шап, допты соқ, сумен бетіңді жу, болсын денің сау деген сөздер шықты. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.